Арнаға жазылып кетіңіз. Сәбидің сөйлеуі. Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам қарсы жаман сөздер айтатын бір әйел бар болатын. Пайғамбарымызды ұнатпайтын. Бір күні бұл әйел бір ұл босанады. Баласы 2-3 айлық болған кезде баласын алып көшеде кетіп бара жатқанда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға кездеседі. Әйел тағы да әдепсіздік жасауға дайындалады. Бірақ одан бұрын құндақтағы сәби сөйлей бастайды. Ол пайғамбарымызға қарап: «Ей Аллахтың расулы, ей Абдуллах ұлы Мұхаммед алейхиссалам, саған сәлем бердім» дейді. Әйел таңданып, сірейіп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреп балаға: «Ей бала, менің Аллахтың расулы екенімді қайдан білдің? Менің атым мен әкемнің атын саған кім үйретті?» деп сұрайды. Сәби күліп: «Маған бұларды әлемді жаратқан Аллаху тағала үйретті. Ол қаласа барлық нәрсені жаратады». Сосын біраз тоқтап тұрып былай дейді: «Я Аллахтың расулы, мен үшін дұға ет, жұмақта сізге қызмет етейін» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәби үшін дұға етеді. Қуанған сәби былай дейді: «Саған сенген және иман келтірген адам қандай бақытты! Саған қарсы келіп, күпірлік еткен адам қандай бақытсыз! Аллах оларды дүние мен ақыретте масқара етеді». Сосын сәби шахадат калимасын айтып, сол сәтте жан тапсырады. Мұны көрген әйел дереу сол жерде мұсылман болды. Пайғамбарымызға жылап жалбарынады: «Мені кешір, я Расулуллах, босқа өткен күнәһар өміріме қатты өкінемін». Пайғамбарымыз әйелге қарап, саллаллаху алейхи уассалам әйелге қарап: «Сүйінші, қазір бірнеше періштенің саған кебінді жұмақтан әкелгенін көрдім» дейді. Әйел бұл сөздері естігеннен кейін баласы сияқты шахадат калимасын айтып жан тапсырды.